Бүгінгі сабақта рационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіруге мысалдар келтіреміз. Рационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру барысында қосу, азайту, көбейту, бөлу және дәрежеге шығару амалдарын орындауға тура келеді. Әрине сандардағыдай. Амалдардың орындалу тәртібі дәл сандардағы сияқты болады. Ең бірінші, егер жақша болса, жақшаның ішіндегі өрнектерді орындап аламыз. Ал жақша болмаған жағдайда өзіміз білетіндей жоғары деңгейлі, яғни үшінші, екінші деңгейлі амалдарды, яғни дәрежелеу амалы бірінші орындалады, одан кейін барып көбейту, бөлу амалы бірінші орындалады, ең соңында қосу және азайту амалдары бірінші орындалады. Яғни біз мынандай рационал бөлшектерге амалдарды орындау барысында ең бірінші назарда ұстайтынымыз амалдардың орындалу реті. Яғни мына жердегі мысалға назар аударсақ, жақша тұр, жақша көріп тұрмыз, яғни жаңа айтып өткенімізде бірінші жақшаның ішіндегі өрнек орындалады, жақшаның ішінде бізде азайту және бөлу амалдары бар. Біз бөлу амалы жоғары деңгейлі амалдардың біреуі екенін білеміз, ендеше бірінші бөлу амалын орындаймыз. Яғни бөлу амалын енді біз білеміз, рационал бөлшектерді бөлген кезде бірінші бөлшектің өзін өзгеріссіз қалдырамыз. Бөлшектің бөлімінде көріп отырғанымызда x квадрат минус 4y квадрат көріп тұрмыз. Ендеше оны біз бірден 4x минус 2y x плюс 2y түрінде жазып аламыз. Ал бөлу амалын көбейтумен алмастырып, екінші бөлшекті кері бөлшекпен жазамыз. Сонда бізде 2y минус x-ның квадраты алымына, ал x қосылған 2y бөлімінде жазылады. Енді бөлшекті бөлшекке көбейту кезінде бірінші бөлшектің алымында тұрған өрнекті екінші бөлшектің бөліміндегі бірдей көбейткіштермен қысқартамыз. Немесе екінші бөлшектің алымын бөліміндегі өрнекпен қарасақ, бізде x минус 2y, мына жерде 2y минус x квадрат өрнегі тұр. Осы өрнектерден мына жерде квадрат болғандықтан орындарын ауыстыру жазуға да болады. 2y минус x-ті x минус 2y деп. Ендеше мен бірден осыны мен ары жаза берейін. Бір бөлінген x минус 2y x плюс 2y көбейту. Мынаның квадрат болғандықтан орындарын ауыстыруға болады. X минус 2y-дің квадраты бөлшектің бөлімінде x плюс 2y-дің өзі қала берсін. Енді біз мына жердегі x минус 2y-ді x минус 2y-дің квадратымен қысқарта аламыз. Қалған өрнектердің өзін жазып қояйық. Сонда бөлшектің алымында x минус 2y қалады. Ал бөлімінде x плюс 2y-ді x плюс 2y-ге көбейтсең, x плюс 2y-дің квадраты қалады. Енді сонымен біз бірінші бөлу амалын орындап алдық. Енді екінші орындайтын амалымыз азайту амалы. Азайту амалын орындамас бұрын біз бөлшектің бөлімінде тұрған x квадрат пен x ортақ көбейткіш. Оны жақшаның сыртына шығарып жіберейік x-ін. Сонда x минус 2y деген өрнек шығады. Алымында x минус 2y тұр. Азайтылған, бөлудің шыққан нәтижесін жазамыз. x минус 2y бөлімінде x плюс 2y-дің квадратын. Сонда қарасақ, ортақ бөлімге келтірмей тұрып, біз бірінші бөлшектің алымы мен бөлімінен бірдей көбейткішті байқағандықтан осыны қысқартып алған өте тиімді болады. Сонда қысқартып жіберем. Бір бөлінген x, мына екі өрнегін қысқартып кетті. Бір бөлінген x қалды. Минус екінші өрнектің өзін жазып қоямыз. x минус 2y, x плюс 2y-дің квадраты. Енді бұл жерде ортақ бөлімге келтіру керек. Бірінші бөлшектің бөлімінде x, екінші бөлшектің бөлімінде x плюс 2y-дің квадраты. Ортақ бөлімі екеуінің көбейтіндісі түрінде жазылады. Яғни x көбейтілген x плюс 2y-дің квадраты. Бірінші бөлшектің толықтауышы ретінде x плюс 2y-дің квадраты жазылады. Ал екінші бөлшектің толықтауышы ретінде x-ің өзі жазылады. Бірді кез келген өрнекке көбейтсем, сол өрнектің өзі, мұнда жақшаны ашып жазайық бірден. X квадрат плюс толық квадрат болғандықтан 4xy плюс 4y квадрат дейміз. Ал енді екінші өрнекте арасында минус таңба болғандықтан минус x квадрат
плюс 2xy дейміз. Енді қарасақ, ұқсас мүшелер бар, ұқсас мүшелерді бөліктіріп жіберейік. Бөлшектің бөлімі солай жазылады өзі. X плюс 2y квадраты. Алымындағы x квадрат минус x квадратпен жойылып кетеді екен. Ал 4y квадраттың өзі қалады. 4xy 2 мен қосылады да 6xy болады екен. Сосын ортақ көбейткіші жақша сыртына шығарып жіберсек, бірден. 4y квадрат 6xy. Жарайды, жазайық. 4y квадрат плюс 6xy деуге. Бұдан 2y-ті жақша сыртына шығарамыз. 2y-ті жақша сыртына шығарсақ, 2y плюс 3x қалады екен. Ал бөлшектің бөлімі солай қалады. Енді осы шыққан өрнекті ең соңында тұрған өрнекке көбейтіп жібереміз. Яғни үшінші амал деп мұнда жаза берейін. Сыйғызамыз 2y плюс 3x бөлімінде x көбейту x плюс 2y-тің квадратын көбейтеміз жақшаның сыртында тұрған өрнекке. X плюс 2y квадраты 4y-тің квадраты. Не шығады? X плюс 2y-тің квадраты x плюс 2y-тің квадратымен қысқарып кетеді. 2y квадрат 4y квадратпен қысқарады. 4-тің орында 2, y-тің квадраттың орында мына өрнек қалады. Сонда бізде 2xy бөлімін екіден жазсақ болады. 2xy-ге бөлшектің алымында 2y плюс 3x қалады. Яғни бөлшектің мәні осыған тең болады.